Жақын подругасының әкесіне ғашық болып, онымен білгенін істейді. Сәлеметсіздер ме, сіздермен Кинотайм каналы. Бүгін біз «Мой учитель, мое наваждение» деген фильмді талқылайтын боламыз. Астар рөлде Райли және оның әкесі. Әкесі Райлиге өз өміріңді басынан бастап көр деп, машинадан түсіп жұмысына барады. Ал қызы болса, басқа адамдар оның әкесі екенін біліп қоймау үшін, тағы да 5 минут машинаның ішінде күтіп отырады. Бір кезде Кайла деген фотограф қыз мектептегі оқушыларды суретке түсіріп жатып, жаңағы Райлидің әкесін көріп, оған бірден ғашық болады. Ол күн Райли үшін жоғарғы сыныпта ең алғаш оқу күні. Ал оның әкесі Крис үшін бұл ең алғаш жұмыс күні еді. Крис ағылшын тілінен мұғалім болып жұмысқа тұрады. Крис өзінің ең алғаш жұмыс күнінде тағы да бір арбаңдап қалған қызды өзіне қаратып алады. Бір кезде Кайла Крис пен Райли екеуінің бір-бірін танитындығын түсініп қойып, сосын Райлиге барып, онымен дос болып алады. Кайла Райлидің сеніміне кіріп алады. Сосын Райли Кайлаға: біз осында жаңа